қазақ қыздарының мектепте хиджаб кигендігі ол өзінің қоғамнан бөлектеуі, өзінің дін мәселесінен айырмашылығын көрсету болып табылады деп сылтау айтады заңгерлеріміз. Бұл сылтау арқылы айтады, онда дейді біз көп ұлтты, көп дінді халықпыз, бәрі өзінің әр нәрсесін киіп кетсе бізде қандай тәртіп болады дейді. Бауырлар, білім орталығы сыртқы киімменен әртүрлі бола берсін, ол жерде әңгіме тәлім, тәрбие және білімді дамыту емес пе? Ондай болса, білімді дамытумен айналысу керек, тәлім, тәрбиемен айналысу керек. Мұғалімдеріміз қазір қыздардың басындағы орамалмен таласу емес, басындағы сол орамалдың ішіндегі бастың ішіндегі білімнің жоғары болуы, оның ішіндегі мәдениеттің, яғни сөйлеу мәнері, қыз баланың ибалық, инабаттылық мәнерін үйретумен айналыспаймыз ба? Неге біз сыртқы киімге таласып,